Құрметті Ақтөбе облыстық мамандандырылған физика-математика мектеп-интернатының оқушылары, ата-аналары, ұстаздары, ең бастысы биылғы түлектер, сіздерді 25 мамыр соңғы қоңырау мерекесімен құттықтаймын. Биылғы түлектерге алға қойған армандарыңызға жетіп, мақсат мұраттарыңыз орындалып, сынақтардан сүрінбей, өздеріңіздің көздеген мамандықтарыңызға жоғарғы оқу орнына түсуге тілектеспін. Ал оқушыларға айтарым, келер жаңа оқу жылында өздеріңіздің парталарыңызға отырып, ағай-апайларыңыздың алдында дәріс алатын күнге жазсын. Ал оқушылар мен ата-аналарға сабырлықпен биылғы оқу жылында мінекей тәмамдап отыр. Оқушыларымыз бен ұстаздарымызды оқу жылының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймын. Ұстаздарымыз бен балаларымызға мықты денсаулық, салмақ талап, қазымат қайрат тілеймін. Аспанымыз ашық, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар, мектеп бітірушілер, сіздерді соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Әр мектепте соңғы қоңырау мерекесі ерекше күн. Мектеп тарихында қалатын қуанышты сәт. Барлық түлектерге тілерім, осы алтын ұя мектептеріңізден алған білім тәрбиелеріңізді үлкен өмірде жалау қылып ұстап, ата-аналарыңыздың, ұстаздардың үмітін ақтаңыздар. Жаңа ғана мектеп табалдырығын аттаған, бірінші оқу жылын аяқтаған кішкентай бүлдіршіндерге, басқа да оқушыларға жазғы демалыстарын ойдағыдай өткізіп, жарқын көңіл күйменен жаңа оқу жылына оралуға тілектеспін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Әлемде елімізде жарияланған пандемиядан кейін білім онлайн жүйесіне көшті. Онлайн оқудың қиындығына қарамастан, құрметті ұстаздар, құрметті біздің физика-математикалық мектебінің ұстаздары, сіздер біздің балаларымыз үшін, өздеріңіздің шәкірттеріңіз үшін үлкен ерен еңбек атқардыңыздар. Осы орайда орыстың ұлы ғалымы Дмитрий Иванович Менделеевтің осынау сөздері сіздерге арналған іспетті. Ғылымды күшті меңгерген және оны сүйетін мұғалім ғана өз шәкірттерінің бәріне жемісті ықпал жасайтын болады. Иә, сіздер жемісті ықпал жасадыңыздар. Балаларымыздың өзіндік еңбектенуіне, өзіндік талаптануына, өзіндік ізденуіне әсер еттіңіздер. Осы ықпалдардың арқасында мінекей біздің балаларымыз үлкен нәтижеге қол жеткізді. Ұстаздық еткен жарықпас үйретуден балаға деген ағай бабамыз. Қоғам мен адамзат алдындағы үлкен еңбектеріңізді ескере отырып, сіздерге өскелең ұрпақ тәрбиелеуде өрелі жұмыстар мен мемлекеттің гүлденуі жолындағы абыройлы істеріңізге толымды табыс, шығармашылық ізденістер, еңбек жаңалықтарыңыз арта берсін деп тілеймін. Қызығы мен шыжығы қатар жүріп, ұстаздық жолдарыңыз тек өрлеу мен өсуге бастасын. Мен Ақтөбе облыстық мамандандырылған физика-математикалық мектеп-интернатының барша ұстаздар қауымына шексіз алғыс білдіремін. Мұғалімдеріне рахмет айтқым келіп тұр. Сендерге табыс тілеймін. Ішіндегі Ақшақ апайға ерекше рахметімізді айтқым келіп тұр. Негізі сол математикадан жүргізетін сол апай. Коллективтен табысы болсын, айналаң аман болсын, оқушылардың әдепті, сауатты болсын деймін. Біздің тілегіміз бір. Ұстаздар, және оқушылар, биылғы оқу жылының аяқталуына байланысты сіздердің қиындықтарға қарамастан балаларға жақсы білім беріп шықтыңдар. Жақсы оқытып, класстан классқа көшіп, биылғы 11 бітіретін балдар 11 бітіріп, институтқа барып, институтқа түсіп, одан белгілі азамат болып Қазақстанның жұмысқа тұруына тілектеспін. Мұғалімдерге отбасыларың аман болсын, дендерің сау болыңдар. Өйстіп жылма-жыл балдарды оқуын бітіргізіп шығара беріңдер.